30 минутта дайын болатын дәмді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін 4 жұмыртқаны миксермен араластырамыз. Бірінші тек жұмыртқаны араластырамыз, сосын жай-жаймен қантты салып отырамыз. Толық мөлшері төменде описаниеда жазылған. YouTube арнамда сол жерден көрсеңіздер болады. Енді сұйық май құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға разрыхлительді салып осылай араластырамыз. Енді жай-жаймен жаңағы бірінші дайындаған жұмыртқамызға осылай араластырып отырамыз. Мен ыдысымда аздап су болғаннан кейін жұмыртқаның сарысы төменге жиналып қалған. Енді табамызды осылай майлап аламыз және де бисквитімізді саламыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутқа 35 минутқа қойып аламыз. Міне беті осылай сарғаю керек, сол уақытта дайын болады. Біздер пропитка жасайтын боламыз. Ол үшін какаоға қантымызды, сары майымызды және де ыссы суды құятын боламыз, және де газда ерітеміз. Бұлардың барлығы бір қалыпқа ену керек. Суыған пирогымызды, бисквитімізді осылай зубочисткамен тесіп шығамыз. Енді дайындаған пропиткамызды бетіне құятын боламыз. Өте дәмді болып шығады, жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жанына өзіміз қалаған нәрсемізді қосамыз. Орех қоссаңыздар вообще дәмді болып шығады. Ал мен үйде бар печеньені отып жанына сала қойдым. Міне ұсына берсеңіздер болады. Кішкене тұрғанында жақсы. Жарты сағат, 1 сағаттай. Және де қыздар, менің YouTube арнамда осындай тегін керемет мастер-класс бар. Бұны үйреніп табыс-тапсаңыздар да болады, бірақ бұл тек менің оқырмандарыма көрінеді. Сондықтан подписаться кнопкасын басып төменге түссеңіз мастер-класс